Насиба, саған сөз. Аха. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар, құрметті мырзалар, баршаңызға тағы да бір қайырлы кеш тілеп қаламын. Әрине, керемет ортадасыздар, күшті компаниядасыздар, баршамыз бір үлкен белестерге жете берейік деп бастағым келеді, иә. Ең алдымен айтқым келгені, әрине бұл компания жайлы. Неге? Себебі компания жайлы тоқтамай түні күні айта беретін болдық. Мені танитындарыңыз бар шығар, иә. TikTok парақшаларында қаншама желілерде жүрміз деген сияқты сабақ өтіп, осы компанияны айтып, неге сонша мақтайсың десе, мақтарлыққа тұрарлықтай компания деп айта аламын. Әрине, компания ең алғашқы кезде ресми басталуы 2016 жыл болған, американдық компания деп айтамыз. Одан кейін әлемдік нарыққа шыққан жылы ол 2017 жыл деп айта аламыз, иә. Қазіргі таңда біздің мына барлық келіп жатқан өнімдеріміз бұл ақшта Юта штатындағы фабрикадан тікелей бізге келіп жатыр деп айта аламыз. Және де айтқым келгені, компания сондай бір щедрый деп айтсақ болады. Өнімдері өте тамаша, барлықтарыңыз да білесіздер қолданып жатқан, иә. Әрине, Патнам әулеттері бастаған жұмыс, солардың бастаған компаниясы деп айтамыз. И, конечно, басқа компаниямен салыстырғанда өте жоғары дәреже бере аламыз. Неліктен? Себебі өмір жасы ұзақ, 8,5 жылдық компания деп айта аламыз. Осындай және де айтқым келгені, қазіргі таңда компания өте көп, бірақ көбісінде білесіздер, БАДи деп жатады, иә, немесе тағы басқа нәрсе деп жатады, но бізде мақтап тұрып айта алатын бұл клеточный питание. Жалпы біздің клеткалық деңгейде кез келген организмда, кез келген ауруды клеткалық деңгейде жасушалық түрде восстановление жасап беретін, клеткамызды жаңартыратын, жаңадан қайттан бір восстановление жасап, жаңадан тудыратын бұл біздің өнімдер әрине. Сондай-ақ тағы айтқым келіп жатқаны, негізі клеточный питание бұл әрине біздің азық ауқатымыз. Біздің бүткіл жалпы адам баласы жасушадан құралған. Сондықтан біз жасушадан құралғандықтан біз тек қана өзіміздің асқазанымыздың тамағы емес, соған орай біз осы әрбір органымыздың клеткаларымен әрине жұмыс жасағанымыз дұрыс. Сондықтан клеточный питание, жасушалық өнім, бұл біздің тағамымыз, бұл біздің тамағымыз, иә, біздің әрбір клеткамыздың минералдары, біздің әрбір клеткамыздың сондай-ақ дәрумендері деп айта аламыз. Енді бұдан әрі тағы айтатын болсақ, әрине компанияның өнімдері өте керемет, барлығы жасушалық тамақ. Тағы бір сіздерге айтарым, жасушалық тамаққа ешкім зависимі болмайды. Сіздерге бір айта кетейін. Неге? Себебі адам күнделікті бір тамаққа тәбеті тартып, бір тамаққа тәуелді болмайды. Сондай-ақ біздің де организміміз бұл жасушалық қорекке, тамаққа ешқандай тәуелділік деген нәрсе болмайды. Енді әрқалай әр организм өзінің уақытылы ішетін болса, нәтиже көрсе, одан кейін кейбір адамдар айтып жатады, тоқтап қалсақ, тағы да сондай бір обострение бірдеңе бола ма деп. Жоқ, әрине ондай нәрсе болмайды. Енді келетін болсақ, әрине бұл компанияда тағы бір зор күшті маңызды жері, бізде сертификаттары бар, иә, толығымен сертификатталған. Білесіздер қандай сертификат бар екен? Ең алдымен бізде халал сертификаты бар, кашер сертификаты бар, ISO, GMP, международный деп айта аламыз. И даже бізде кезген ортада бір керемет, сондай-ақ бір аты даңқы жарып тұрған десек болады, Нобелевский премия алған продукциямыз да бар. Оны қазір сіздерге өнімдер жайлы айтқан кезде айта кететін боламыз. Әрине, негізі әрбір істің маманы болу үшін, немесе бір жұмысты бастайтын болсақ, әрине бізге не керек, біз қандай болуымыз керек? Біз таза түрде дипломатты болуымыз керек, иә, білімді болуымыз керек. Мысалы қарасаңыздар, медицина саласын оқығандар, врач болып тұрып, бүгін врачсыз, ертең кешкісін барып мектепте сабақ бере алмайсыз. Мектептегі мұғалімдер то же самый, орын ауысып келіп врачтық жұмысын жасай алмайды, иә. Тура сол сияқты біздің де инструмент бұл әрине сертификат. Біздің бұл компанияның бүткіл инструменттері түгел, иә. Біріншіден өмір жақтылығы, екіншіден компанияның өнімдері өте керемет, отзыв деген, нәтиже деген біздің шашымыздың талынан да көп, ал үшіншісі бізде түгелмен сертификаты бар. Даже осы сертификаттың арасында
бізде ФДА сертификаты да қосылған. Бұл ФДА сертификат деп жатқанымыз адамның ағзасына ешқандай зарары жоқ, адамның ағзасына қауіптілігі жоқ, побочный действие деп айтамыз, артық доза деген нәрсе жоқ. Тек қана адамның ағзасында жасартыру, жаңартыру деп айта аламыз, иә. Сондай-ақ жақсару мақсат ретінде. Тағы бір айтатын болсақ, әрине компаниямыздың былайынша айтқанда қосындылары өте көп, плюстары деп айтамыз. И соңын айтатын болсақ, компанияда қазіргі таңда 8,5 жылдың ішінде 20-дан астам өнімдеріміз бар. Соның ішінде ең керектісі бізде LF8, Elevate деп айтамыз, иә. Әрине LF8 мына өнім жасушалық өнім. Бұның бір капсуласында 30 килограмм жеміс-жидектің құнары бар. Осы бір капсуланың өзінде 30 килограмм жеміс-жидектің құнары бар. Енді қараңыздар, біз бір тәулікте тек 30 килограмм емес, даже 3 килограмм, 300 граммда жеміс-жидек жей алмаймыз. Сондықтан бізге не қажет? Бізге осындай питаниялар қажет. Бұның ішінде составын айтатын болсақ, грибы, жаңағы саңырауқұлақтар, ең жоғары сорттағы, одан кейін емдік шөптер әртүрлі, и плюс ягодалардың қосындысы бар. Тағы да бір айтатын болсақ, әрине бұлардың барлығы сушеный вариантта, кептірілген вариантта бір күндік, бір тәуліктегі доза нормамен есептелініп салынған деп айта аламыз. Бірінші ішкен кездеріңізде сіздерге күш қуаттылықтарыңызды арттыра түседі, сондай бір энергия береді. Одан кейін сіздердің қан айналым тамырларыңыздың барлығы реттеледі. Қан тамыр реттеліп жатқан кезде давление кімде жоғары, кімде төмен, соның барлығы нормаға келеді. Және де бізде ең күшті қан тазалайды. Қанның тазалану барысында адамның ағзасындағы кейбір керек емес өсінді болама, немесе адамның ағзасында айтамыз ғой, тері аурулары, сондай-ақ сол тері аурулардың барлығы жойылады, кетеді. Мысалы, псориаз, витилиго, экзема деген сияқты, красный волчанка, соның барлығы жойылады. Және де сондай-ақ қанның тазалану барысында көбінесе әйелдердің проблемасы, женский заболевание деп айтамыз, киста, миома, эрозия, полип, және де басқа да бір өсінділер болатын болса, соның барлығы өз-өзінен рассасывать етіліп, тартылыс күшімен сондай-ақ барлығы таптаза болады. Және де тағы бір айтқым келіп жатқаны, қазіргі таңда бізде осы әйелдер қауымының ауруы, ол мастопатия деп айтып жатырмыз. Сондай-ақ мастопатия дегендердің барлығы әрине осы LF-тің арқасында жоқ болып жатыр. Керемет нәтижелер. Тағы да айтатын болсақ, біздің миымызбен жақсы жұмыс жасайды, әрине миымызға кислород береді деген сияқты. Одан кейін мына ұмытшақтық ауруларыңыз болатын болса, немесе есте сақтау қабілеттілік нашар болатын болса, немесе жаттаңқылық қасиет болмайтын болса, сол қасиеттердің барлығын восстановление жасап қалпына келтіріп беретін бізде LF8 өнімдері. Әрине стройная фигура деп айтамыз, неге? Себебі біздің денеміздегі бұлшық еттердің массасы тартылады. Біздің денеміздің бұлшық еттердің барлығы жиырылу қалпына келеді. Сондай-ақ уже денеміз кәдімгідей жиырыла бастайды. Әрине ішіп жатқан адамдар уже ішкен күннен бастап бірнеше күннің арасында сондай өзіне бір әртүрлі белгілері білініп жатады. Одан кейін бізде акселер өнімі. Акселер. Жалпы акселер бұл детокс деп айтамыз. Акселер екіге бөлінеді. Біріншісі акселер рестор, ал кейінгісі акселер слип деп айтамыз. Акселер рестор жалпы бұл не нәрсе? Әрине детокс. Бұл біздің организм тазалайды. Тазалағанда да сондай вакууммен тазалайды деп айтсақ болады, как пылесос. Егер де сіздерде ЖКТ дұрыс болмаса, егер де іш қату проблемасы болатын болса, егер де застой көп болатын болса, зашлакованный болатын болса ағзаларыңыз, токсинге толы болатын болса, ас қорыту процесі дұрыс болмаса, тамақ ішіп болғаннан кейін бірдеңе тамағыңызды сіңіре алмай қалсаңыз, сондай жағдайларда бізде акселер рестор жақсы көмегін береді. Неліктен? Бұның құрамында гумин қышқылы, клюква, имбир тамырлары, одуванчик деп айтамыз, бақбақ гүл деп айтамыз, одан кейін сенна қосылған, топинамбур, расторопша және де алоэ вераның тамырлары қосылған. Одан кейін әрине біздің ағзамыз тазаланып болғаннан кейін аз уақыттың ішінде біздің ағзамыздың оптималдық балансын реттейді. Оптималдық баланс деп жатқанымыз не нәрсе? Оптималдық баланс бұл егерде
сіздің ағзаңызда жалпы су көп болса, немесе май көп болып су аз болатын болса, сондай-ақ су мен майдың баланстарын барлығын реттейтін болады. Негізінен көп адамдарда бізде су өте аз болады, иә. Ал келесі бізде акселер слип. Жалпы бұл адамның ағзасын тыныштандырады. Қараңыздаршы, рестор бізде адамның ағзасын полный очищение жасады, тазалады, тазалағыш құрал деп айтамыз, ал слип біздің ағзамызды демалдырады. Біздің тазаланған ағзамызды тыныштандырады, және де біздің миымызды демалтырады. Полный виде демалтыру кезі басталады, и және де сізге бір керемет ұйқы сыйлайды. Соншалықты бір сізге тынық ұйқы сыйлайды. Таңертең тұрған кезде сізде бас ауру, проблема, күйбең тіршілік, немесе басқа да бір синдромдар, шаршаңқылық деген синдромдар мүлде болмайды. Сондықтан акселер слип, акселер рестор бұл бізде базовый деп есептенетін ЛФ-пен бірге қосып ішетін продукциямыз. Әрине көп адам бізде түнгісі керек емес, немесе тазалағыш керек емес, ЛФ-ның өзі тазалайды деп айтады. Жоқ, әрине қателесеміз. Неге? Себебі бізге организмді одан әрі поддерживать ету керек, ағзамызды тазалау керек, полный біздің миымызды демалтыру керек. Ми демалған кезде ағзамыз то же самое демалады. Егер біздің организм демалған кезде, біздің ішкі организмдеріміз өзінен өзі жақсы жұмыс жасайды. Мысалы бір жаңағы мысалды алып қарайтын болсақ, например, кейбір адам бүгін больницаға барды, бір диагнозды естіп алды, сол диагнозды естіп, мысалы, мейлі слип ішпей ақ қойсын, акселер рестор ішпей ақ қойсын, сол диагноз кез келген ауру түнде мазасызданады. Неге? Себебі, мысалы, грипп болсаңыз да, тұмау жұқтырсаңыз да, жөтел болсаңыз, соның барлығы мазалайды. Бұл жағдайда, егер біздің миымыз демалмаса, біздің ағзамыз вообще дұрыс жұмыс жасамайды. Егер біздің миымыз жақсы тынық демалатын болса, сол кезде біздің ағзамыз одан әрі жақсы жұмысын жасайды. Одан кейінгі өніміміз, акселерден кейінгі өнім бикардио. Бикардио өнімі. Жалпы, жаңа айтып жатырмыз сөздің басында, бізде Нобелевский премия алған өнім. Әрине, бұл өнімді бізде Адам Сауседе және де Баламурали Амбати, сондай керемет үлкен врачтардың, жаңағы адамдардың шығарғаны деп айтамыз. Әрине, Баламурали Амбати, Google-дан кіріп қарасаңыздар көресіздер. 17 жасында жас врач ретінде бүткіл елге танылып, өзінің диссертациясын қорғап, және де сондай бір Гиннес рекорд кітабына кірген кісі, сол кісілердің еңбегі, таза еңбегі деп айтсақ болады. Бикардио жалпы көргендеріңіздей сыртында жүректің суреті бар. Әрине, бұл біздің бүткіл ағзамыздағы жүрек қан тамырлары, немесе біздің даже басымыздан аяғымыздың ұшына дейін бізде қан тамырдан жаралған, сол қан тамырларымен жақсы жұмыс жасайды. Егер де қан тамырларыңызда застой болатын болса, немесе қан тамырларыңызда тромб болатын болса, немесе қан тамырларыңызда сіздерде жаңағы паразиттер болатын болса, соның барлығын тазалайтын, жүрек қан тамырларын тазалап беретін, және де тромбтардың барлығын жоятын бұл бізде бикардио өнімі деп айта аламыз. Негізінен жалпы көп адамдарда мысалы жаттығу жасаса, тренировка, немесе упражнение жасаса, немесе бір билесе, или там жаяу жүретін болса, одышка деп болып қалады. Сондай-ақ сол адамдарға өте жақсы көмегі бар. Бұл өнім өте керемет, себебі бұл бізде қан тамырларымыздың барлығын расширение жасап, біздің қанымызға кислород беріп тұратын өнім. Жалпы айтқанда, бізге ең керекті оксид азот бұл бикардио өнімі. И тағы да сіздерге айтайын дегенім, қазіргі таңда ерекше балдар өте көп. Сол ерекше балдарға да осы өнімді ұсынылып жатыр. Неге? Себебі барлық ауру балдардың проблемалары бұл, конечно, қан тамырларын дұрыс жұмыс жасамағаны. Мысалы, аутизм, ЗПР, задержка речи деп айтамыз. Сондықтан сіздерге айтқым келген керемет өнім. Но именно аутизмдарға өте керемет жақсы көмегін береді. Неліктен? Себебі аутизм балдар туылған кезде аутизм белгісі белгіленеді, немесе кейінде уже аутизм белгілері пайда болады. Ол аутизм белгілерін қалай білуге болады? Әрине, аутизммен ауыратын балдар көбінесе жасқаншақ болады, и ол балдар
өздерінің туған аналары бауырына жылаған кезде бауырға басатын болса, ол былай реакциясын білдіре бастайды. Я неге? Себебі біздің әрбір бала болсын, жас болсын, үлкен болсын, біздің миымыздың артқы мишығында сондай-ақ эмоцияға жауап беретін нейрондар тұрады. Сол нейрондарымыз заблокированный болып қалады. Сол заблокированный болып жабылып қалған нейрондарда именно сондай аурулар көп туылады. Сондықтан бұл нейрондардың жақсы жұмыс жасауы, мына миымыздағы бүткіл капиллярный тамырлардың жақсы жұмыс жасауы әрине бұл қан айналымының реттелгенінен басталады. И тағы да айтқым келгені, кез келген адамда қан тамыр үшке бөлінеді. Ең бастапқы басымыздан бастап мойынға дейін алатын болсақ, бұл капиллярный қан тамырлар жүреді бұл жерімізде. Және де мойыннан төмен кіндікке дейін бұл бізде уже маленький кровоток болып есептелінеді. Ал кіндіктен төмен бізде уже большой кровоток болып есептеледі. Сондықтан кез келген қан айналымды дұрыс жүргізуіміз қажет. Мына өнім сіздерге керемет көмегін береді. Одан кейін бізде Great Greens. Great Greens қазір Greens бізде өте қатты аты жаман аурулар. Мысалы, онкология, цирроз печень, гепатит, немесе жаңағы киста деп айтамыз, опухоль деп айтамыз. Сондай-ақ аты жаман аурулардың алдын алатын керемет өнім. Мысалы, бізде LF8 именно онкоклеткаларды тоқтатады, метастазды тастатпайды. Ал Great Greens дегеніміз бұл именно онкологияның клеткаларын түп табынан ілдізден бастап жояды. И тағы да айтқым келгені, әрине, егер де химия қабылдап жүрген адамдар болса, лучотерапия қабылдап жүрген адамдар болса, инсулин зависимый адамдар болса, әрине соның барлығына осы күрделі аурулардың барлығын жеңетін бізде Baby Greens деп аталады. Жалпы бұның составы ростка пшеницы деп айтылады. Ол дегеніміз жаңағы сұлының қалай айтар едік? Бидай ақуызы, бидай ақуызы бар ішінде деп айтамыз, витамин Е бар, супероксид деп айтамыз. И және де бұның ішінде 70% хлорофилден тұратын өнім, және де мумия қосылған. Негізі мумияны көп адам білесіздер, и 70% хлорофилден тұрады. Ең керекті нәрсе. Сондықтан бізде бұл өнім эликсир молодости деп айтады. Ол дегеніміз қартаю процесін баяулатып, бізде табиғи сұлулық, табиғи эликсир деп аталатын осы өнім. Міне алдарыңызда тұрған Baby Greens. Одан кейінгі өнім бізде иммунокод. Менің ең сүйікті өнімім бұл иммунокод. Әрине біздің әрқайсымыздың иммунитетіміз негізі кез келген ауру 3 этапта пайда болады деп айтады. Бірінші ол иммунитеттің төмендігінен, екіншіден паразиттің көбейгеннен, үшіншіден қанның қоюланғаннан. Сондай-ақ иммунитеттің төмендігіне бізге өте керемет індет кезінде шыққан осы өніміміз бар. Бұл өнім айтатын болсақ, әрбір организмда иммунитет әртүрлі болады. Ешкімдікі бір-біріне тура келмейді. Иммунокод деп не үшін айтылған? Иммунокод әрбір организмнің өзінің коды бар. Әрбір иммунитеттің өзінің коды бар. Мысалы, кейбір адамдарда тұқым қуалайтын аурулар бар. Сондай тұқым қуалайтын аурулар болса, және де ДНК арқылы өтетін, ген арқылы тарайтын ауруларыңыз болса, атадан немереге, немереден шөбере, шөпшекке қарай тарайтын қандай да бір ауруларыңыз болатын болса, иммунный аурулар, заболевание деп айтамыз. Сол аурулармен жақсы көмектесетін мына өнім, әрине иммунокод. Және де қандай да бір жағдай салқын тиіп қалама, немесе басқа да бір жағдай болама, иммунитеттің тез арада көтеріп беруіне өте жақсы көмегі бар. Бұл өнімнің құрамын айтатын болсақ, бұл жерде ең бірінші сиырдың сүтінің уызы қосылған. Ең бірінші керемет ананың алғашқы сүтінде деп айта аламыз. Одан кейін витамин С, витамин Е, витамин Д, В3, В12 витаминдері қосылған. Өте керемет продукция. Сондықтан әрбір иммунитетті көтеріңкі дәрежеде ұстаймын десеңіздер, осы иммунокод продукциясын пайдаланыңыздар. Бұл өте керемет өнім. Одан кейінгі продукция бізде омега. Жалпы негізі омега, бұл омега дегеніміз негізінен айтатын болсақ, бұның құрамында
Кейбір адамдар айтып жатады, аптекада арзан ғой омега, немесе басқа да компанияларда арзан болып жатыр деп қарсы пікірлер болады. Әрине ол қарсы пікірлерге біздің айтатын сөзіміз, бұның ішінде тек қана бір омега емес. Бұның ішінде 3 түрлі омега бар. Омега 3, омега 6, омега 9 деп айтамыз. Омега 3, 6, 9 бар, қосындысында. Және де бұл өте керемет норвегиялық 4 жасқа толмаған лосось деген балықтың майынан жасалған. Именно осы омега. Және де бұған қосылатын 21 түрлі майдың сығындысы қосылған осы омеганың ішіне. Жалпы негізі омеганы білесіздер, бұрыннан ішкендеріңіз, ішіп жүргендеріңіз, негізі мидың құрылысын жақсартыратын, жаттаңқылықты, есте сақтау қабілеттілікті, ұмытшақтықты барлығын түгелмен восстановление жасайтын бұл бізде омега өнімі. Біріншіден. Екіншіден, бұл біздің қанымыздағы холестеринді жояды, осы омега өнімі. Үшіншіден, біздің жақсартады, және де омега жүрек қан тамырларына өте жақсы көмегі бар. Сондықтан балаларға берсеңіздерді, үлкендерде ішетін болса, керемет нәтижесі. Так, дальше. Одан кейінгі өнім. Куркума чай с коллагеном. Regenerс. Бізде мынандай керемет өнім бар. Regenerс куркума чай с коллагеном. Куркуминовый напиток деп айтсақ болады. Бұл негізінен жалпы осы өнімді мен естіген кезімде қатты таңғалғанмын. Неліктен куркумаға коллагенді қосып қойған деп. Содан зерттей келе қарайтын болсақ, өте дұрыс шығарған екен, кім шығарса да деп күлдік та. Сондықтан куркума жалпы білесіздер, сильнейший антиоксидант. Антиоксидант дегеніміз жасартырушы, кәрілік процесті тоқтатады, жасару процесін жүзеге асырады. Одан кейін противовирусный, бүткіл біздің қанымызда болама, немесе ішкі ағзада болама, қандай да бір вирус болатын болса, вирус, бактерия, инфекцияның барлығын жояды. Қандағы воспаленияны жоятын осы куркума деп айтамыз. И, конечно, антипаразитарный. Бұл дегеніміз құрттарды жоятын, бүткіл ішкі ағзамыздағы паразиттен арылтыратын, тазалайтын куркума болып есептеледі. Және де куркума бізде сүйек буындарға өте жақсы көмегі бар. Ал коллагенді алатын болсақ, коллаген, білесіздер, бұл барлық адамға қажет. Кейбір адамдарда коллаген өздігінен вырабатывать етіліп тұрады, но кейбір адамдарда коллаген мүлде болмай қалады, әсіресе жасы жоғары адамдарда. Сондықтан жасы жоғарылаған адамдарда тырнақтары қисық өсіп жатады, немесе тырнақтары түсіп жатады. Мына бетке түскен әрбір әжімдердің барлығы қартаю процесі жүріп жатады. Бізде жалпы адамдарда, кез келген организмда жасару процесі, тек қана өсу процесі 25 жасқа дейін. 25-тен кейін уже кәрілік процесс жайлап жүре бастайды. Сондықтан бізге керегі коллаген. Қандай болмасын, коллаген барлығымызға қажет. Коллаген біздің сүйек буындарымызға қажет, коллаген біздің тырнақтарымызға қажет, коллаген біздің шашымыздың качествосына қажет, шашымыздың дұрыс өсуіне, шаштың төгілуіне деген сияқты. И әрине коллаген біздің сыртқы пішіннің, біздің кожамыздың эластичный болуы, сондай бір нәзік болуына коллагеннің көмегі өте көп. Сондықтан куркуминовый напиток, куркума чай с коллагеном бұл барлықтарымызға қажет, әсіресе сүйек буын ауруларына. Мысалы, грыжа, шморля грыжа, артрит, артроз, коксартроз, гонартроз, патрузия, қандай да бір сүйек буын аурулар болатын болса, соның барлығына куркума чай с коллагеном өте жақсы көмегін береді. Келесі. Тестостерон. Жалпы негізінен тестостерон барлықтарыңыз білесіздер, ерлер мен әйелдердің организмында тестостерон гормондары өте жоғары деңгейде болады, бірақ кез келген жағдайда ол гормон нарушение болуы мүмкін, гормон бұзылуы мүмкін. Неліктен? Себебі гормон ішкі жағдайда өздігінен вырабатывать етіп шықпаса, немесе бір сыртқы ортаның әсерінен ол вообще гормонымыз жоқ болып кететін болса, әрине ең бірінші ер кісілерде қандай мәселе туындайды. 30% ер кісілер бізде артық салмақ, іштің шығуы, қарынның қампиуы, немесе іштің кеңеюі. Бұның барлығы сол гормонның бұзылғанынан болады. Қалған 24% бұл диабетпен ауырады. Сахарный диабет, қант диабетіне тәуелді болып қалады. Даже кейбір ер кісілер біз инсулин зависим болып өтеді. Ал кейбір
38%-ын алып қарайтын болсақ, ер кісілерді, иә, 40-тан асқандар уже түр әлпеттері өзгеріп, уже жоғары үлкен жастағы ер кісілерге ұқсап қалады, иә. Енді айтайын деген, әйел адамдарда қандай белгілері пайда болады? Әйел адамдарда егер сондай бір гормондық нарушение болатын болса, немесе осы тестостерон гормоны өздігінен ішкі жағдайда вырабатывать етіп қалыптаспайтын болса, ең бірінші күні түні өмір бақи шаршаңқы болып жүреді әйел адам. Ең бірінші сондай шаршаңқы болып жүреді, никакой эмоция деп айтамыз, иә. И екінші очередьта шашының качествосы жоғалады, шашы түсе беретін болады. Үшінші очередьта денесіндегі кожа, әрбір терісінің өзі сондай бір өзгеріске ұшырайды, кожаның барлығы басқа түске айналып кетеді. Дененің қараюы, соның барлығы сол гормон жетіспегеннен. Тағы да айтатын болсақ, әйел адамдарда жатыр ауруы өте көп болады. Одан кейін ең жаман сорақысы бедеулікке алып келеді. Бедеулік, бұл бесплодие деп айтамыз, иә. Сондықтан барлықтарымызда әрине гормон нарушение болмау керек. Барлықтарымызда 40-тан асса да, 50-ден асса да, әрине барлық өзінің гормондарын сақтап қалғысы келеді. Сондай-ақ тестостерон, бұның құрамында B5 деген витамин бар, бұның құрамында цинк деген витаминіміз бар, B6, B19 және де бор бар деп айтамыз. Барлық ер кісілерге, барлық әйел кісілерге ішуге болатын ең керемет өнім. Қазір бұл өнімнің бізде уже отзыв результаттары өте көп. Өткенде Алматыда көріп жатсыздар, сахнаға шығып қаншама адам айтып жатыр. Шынымен де сондай жақсы қасиеті бар. Ер кісілерде егерде, жаңа айтып жатырмыз ғой, төсек қатынасын реттейді. Ер кісілерде сондайда бір потенциясы төмен болатын болса, то же самое соларға керекті продукциямыз бұл тестостерон өнімі. Одан кейінгі өнім бізде дринк-шринк, дринк-шринк, пей и худей деп айтамыз. Дринк-шринк переводтасақ, пей и худей, іш және артық салмақтан арыл. Жалпы негізі дринк-шринк біздегі өнімдердің барлығы тек қана бір органға емес. Мысалы, сіздер аптекадан ішіп жүрген болсаңыздар, қаншама препарат, олар тісіңіз ауырса тіс дәрісі, басыңыз ауырса бас дәрісі, даже бүйрегіңіз ауырса да, жүрегіңіз ауырса да, әрбір органға әртүрлі дәрі береді. Бірақ сіз ішіп жатсыз, это временно болеутоляющий, успокоительный, уақытынша, бірақ айтқым келгені басқа органдарға зияны өте көп. Конечно, олардың барлығы химикат деп айтамыз. Ал біздегі өнімдер ешқандай басқа органға зияны жоқ. Наоборот, барлық организмға, былайша айтқанда, шапағат беруші деп айта аламыз. Енді дринк-шринк, егер де сіздерде іш қату мәселесі болатын болса, ішіңіздер дринк-шринк. Бір күнде, бір тәулікке жетпейсіздер, керемет іштің жүргенін, тазаланғанын байқайсыздар. Егер де сіздерде артық салмақ, перевес, тяжеловес, ауыр салмақты болатын болсаңыздар, әрине осы өнімді ішіңіздер. Артық ағзаңыздағы майдың, токсиннің барлығын жоятын осы дринк-шринк продукциямыз. Егер де сіздерде бауыр ауруы болатын болса, ол бауырға май басу, жировой гепатоз деп айтамыз. Жировой гепатоз болсаңыздар, негізі кез келген толық адам, ол жировой гепатоз деп айтамыз, бауырға май басу. Неліктен? Оны қалай байқаймыз? Біріншіден жаңа айтып жатырмыз, іштің үлкеюі, қарынның шығуы, оның барлығы бауырға май басу деген сөз. Сондықтан бұл өнім бізде артық салмақтан арыласыздар, запордан құтыласыздар, бауырға май басу процесі кетеді. Одан кейін бүйректегі тас болама, құм болама, бриллианттарыңыз болса да, қандай жемчугтарыңыз болса да, соның барлығы тазаланады. И тағы бір айтарым, бұның 5-ші қасиеті өкпеңізді тазалайды. Легкий деп айтамыз, біздің өкпемізді полный виде тазалайды. Егер де өкпеңізде тесік болатын болса, немесе өкпеңізде басқа да бір ақаулықтар болатын болса, міне сіздерге дринк-шринк өнімін ішсеңіздер болады әрине. Одан кейін фуилтабс. Бізде жалпы бұл компанияда тек қана денсаулық емес, бізде бұл компанияда әрине астымыздағы мініп жүрген көлігімізге де өте жақсы сондай бір керемет таблетканы ұсынылып отыр. Әрине фуилтабс деп айтамыз. Фуилтабс бұл бізде жанармайды экономия жасауға және де біздің экологияға арналған өнім.
Бұл да бір өнім, әрине машинаға. Енді қараңыздар, 95 айдайтын машина, газ 95 жанармайын қолданатындар осы өнімнің арқасында 92-ге өтсеңіздер болады. 20-30% экономия жасап береді. Әрине үнемдеуіш құрал деп айтамыз. Ол тек қана үнемдемей қоймай ғана, қандай да жанармай жағасыз, ол без разница. Біріншіден машинаңыздың свечасын тазалайды, клапан тазалап береді, форсункасын тазалап береді. 95 құйып жүрген болсаңыздар 92-ге өтесіздер. Мысалы, бір айда 50 мың теңге расход жасайтын болсаңыздар, әрине осы таблетканы қолдану барысында бір айда 20-30%, ол дегеніміз 20-25 мың теңге расход жасайтын боласыздар. Және де экономия жағынан өте жақсы, тиімді, ақшаларыңыз қалтаңызда қалады дегенде. Ал экология жағынан көптеген бізде көліктер артынан қара түтін шығып жатады. Сол қара түтіндердің барлығын арылатын боласыздар. Және де бізде экономиядан бөлек экология, біздің табиғатымызды қорғау ретінде шығып отқан осындай керемет өнімдеріміз де бар. Келесі нәтижеге шығатын. Так, нәтижеге бізде қазір менің өзімнің бір мына жерде Алтын ханым. Аха, бар екен. Алтын ханым, мен тыңдап тұрсыз ба? Реакция қалдырыңызшы. Алтын, микрофоныңызды ашып. Аха, Алтын ханым. Саламатсыз. Шықтым, саламатсыз. Алтын ханым, қош келіпсіз. Бүгін бізде керемет қазақша Zoom сабақ өтуде. Әрине, мен өте қатты осы күнді күттім. Себебі мен сіз жоқта көп нәтижеңізді айтатын болатынмын постоянно эфирларда, осындай прямой сабақтарда. Бүгін мұны өз көзіңізбен айтсаңыздар, менің ең алғашқы клиентім осы Алтын ханым, Орал қаласынан. Сөз кезегі өзіңізде. Кеш жарық, саламатсыздар ма барлығыңызға да. Насипа сіңілім, сізге рахмет. Сізді осы YouTube арқылы сізбен таныстым ғой енді. Туған сіңілімдей болып кеттіңіз, хабарласып тұрамын. Осы өнімді ішіп, мен Елев 8 деп айтамыз ғой енді. Осы өнімді ішіп, менде көп нәтижелер болды. Жаңа менде көбіне головной больсіге айттым ғой. Сосынғы жерде жаңағы өзімнің мұрнымнан всегда мен демала алмайтын едім ғой. Сол бір күні жұмыста отырсам, бір какой-то кусок аузыма түсті. Мен қорқып кеттім, айттым ғой сізге. Сондай, содан кейін қазір менде деген жақсы демалам. Сосын жаңағы менде күнде парацетамолды мен күнде почти ішетін едім. Қызу көтеріліп тұрады өзімнен өзім. Оказывается, менде бронх екен. Қазір мен соны ұмыттым деп айтуыма болады. Мен декабрь айының 2-сінде сізді кездестірдім ғой. Содан бастап ішіп келатырмын. Қазір енді 3 ай жарым болып қалды да менде. Сонда менде көп результат бар менде. Жаңағы нелерден басым ауырып қойды, жаңағы гайморит екен, мен содан құтылдым. Сосын жаңа менде миома деп көбіне жаңағы как приступ сияқты ұстап жүретін еді, сол менде қазір қойды. Бронхыдан қазір мен почти арылдым деп айтуға болады. Себебі мен демала алмай қалып, құлап қалып жүрген едім. Демала алмай қалам. Содан мен құтылдым. Еще тағы да бір результатым бар, оны кейін айтам, өте вообще жақсы. 37 жылдан бері мен сонымен арпалысып келе жатыр едім. Айтсаңызшы, интрига тастамаңыз, давайте айтыңыз. Ал құрметті ханымдар, сіздерге осы керемет жаңадан менің әпкемде шығып жатқан сондай бір күшті результат ұнап тұрса, жазайықшы бәріміз комментарияға. Айтыңыз. Менде ана өкпеде бір не бар деп айтатын тұғын. Содан мен всегда ауырып қалам. Қалай күз болады, көктем болады. Ту, мен қазір соны деген уже сол менде перестало. Осы где-то мен июль айларында рентгенге түсем. Жақсы результат күтіп отырмын, потому что өзіме байқалады барлығы да. Мен 37 жыл бойы сонымен күресіп келе жатыр едім ғой. Рахмет деп айтам сіздерге. Насипа, айналайын, рахмет саған. Құдайдан қайтсын. Өмір еш нәрсеге сенбейтін адамның біреуі болады едім мен негізі. Рахмет сіздерге. Күтіп отырам барлық осы Елев компаниясының. Рахмет. Микрофон өшіресіздер ма? Артықтарыңыз. Аха.
Ал құрметті ханымдар, құрметті мырзалар, Алтын ханымға әрине алғысым шексіз. Бұл кісі менің бірінші клиентім болды. Қазір өзім партнерім қол астымдағы, иә, өте керемет результаттарды көріп жатыр. Қазіргі таңда қазір өздеріңізбен тағы бір бөлісті. 37 жыл бойы сондай бір аурудан құтыла алмай жүрген, көктем күз айларында қатты ауырып жүрген, мұны естіп жатырсыздар өздеріңіз, қандай керемет нәтижелер болып жатыр. Әрине Алла жол беретін болса, сәттілік болса, сіз тарапқа барып, сізбен бірге кездесіп, сонда бір керемет отзывтарыңызды жазып аламын. Құдай қаласа, жол түссе барам обязательно, иә. Құрметті ханымдар, бізде тағы да өте көп нәтижелер бар. Әрине барлықтарыңыз білесіздер, мен практикамен жұмыс жасап жүрмін қазіргі таңда, өзіме сол ұнайды. Неге? Себебі өзімнің анамның қаншама результат көріп жатырмын, иә, сондықтан көбісі солай сұрап жатады, анаңды қалай емдедің, бізде осылай деп. Сондықтан айтқым келіп жатқаны, онкологиядан қазір ол кісі шыға алмады. Онкологиядан 4-й стадия, больница отказ берген, ешқандай химия көтере алмайды, ешқандай лучше қабылдай алмайды. 70-тен асқан, 80-ге таяуған әже, сол әжемізде уже больница отказ берген соң, бір айдан бері іш қатумен жатып, шынында айтқанда өлімін күтіп жатқан апа, қазіргі таңда осы біздің Алматыдағы команда қыздарымызбен бірге сол кісілерге өнімді бергізіп, олар Қарағанды қаласында, барлықтарыңыз білесіздер, жақында Қарағанды қаласына барып, оразаның соңғы күндерінде барып көріп қайттық. Бізбен бір столда отырып, керемет табақтас болып, бізбен шай ішіп, өзі орнынан тұрып, өзі жүріп, өзінің дәретіне өзі жарап жатыр. Сондай керемет өнім. Біздің өнімдер ешқашан адам таңдамайды. Біздің өнімдер всегда номер 1 болып жүреді. Осындай керемет отзывтардың арқасында қаншама адамдардан ақ батасын алып жатырмыз, қаншама адамдардан рахметін естіп жатырмыз, иә. Барлықтарыңыз әрине 100% түрде сенімді болсаңыздар болады. Осындай керемет өнімдердің арқасында, жақсы нәтиженің арқасында бізде бизнес бастайтындар саны өте көбейіп жатыр. Сондықтан өте қуаныштымын әрине. Бизнес жағын айтатын болсақ, Замзагүл ханым. Бизнес жағын айтатын болсақ, ең әуелі бізде қайсы компанияда көрдіңіздер нолмен бизнес бастауға болатынын? Әрине осы компанияда, иә. Сондықтан қайсы компанияда реферальный бонус 50% беріп жатыр? Әрине осы компанияда деп айтқым келеді. Сондықтан құрметті ханымдар, бұл жерге нолмен тіркелсеңіздер де, өздеріңіз үшін мейлі сау болсаңыздар да, просто так для профилактика алып ішсеңіздер де, міне сіздерге керемет нәтиже, иә. Сіздер осы компанияға тіркелетін болсаңыздар, ең әуелі өзіңізге ұнаған, қалаған, базовый аласыз ба, басқа өнім аласыз ба, өздеріңіз тіркелесіздер. Өздеріңіз тіркеліп болғаннан кейін өзіңізде нәтижені айтыңыздар. 2 адам табу ол қиын емес. Оң жақта көршіңіз, немесе соң жақта көршіңіз, иә. 2 адамды қосасыздар. Дүние жүзінде неужели 2 адам жоқ деп айтасыздар, иә. 2 адам қосасыздар, сол 2 адамнан реферальный бонустарыңызды аласыздар. Ол дегеніміз, каждый өнім алып тіркелген адамнан сіздерге $35 түсіп тұрады. Әрбір адам. Сіз бүгін 2 адам тіркедіңіз, 2 адам тіркегеннен кейін, ол 2 адамыңыз бар, 2 адамнан тіркеп, структураңызда общий 6 адам болған жағдайда компания сіздерге марапаттау түрінде $100 премия ретінде беретін болады. Әрине бұл бізде бонус жизнь деп айтамыз, иә. Ал егер сіздер бүгін 3 адам тіркейсіздер, әрбір 3 адамыңыз, әрбір тіркеген адамыңыз 3 адамнан өздеріне шақыратын болса, бұл кезде компания сізге әдеттегідей $300 бонус жизнь сыйақыға беретін болады. Бұның барлығы компания тарапынан. Біздің компанияда 8 түрлі табыс көзі бар. Ең алғаш шақырған адамыңыздан $35 аласыздар. Одан кейін әрине артыңыздан жиналған, терлеген адамдардың арқасында бонус жизнь деп айта аламыз. Енді сіздер командаға 4 адам шақырасыздар. 4 адам, атаңыз, әжеңіз, жездеңіз, апаңыз, иә. 4 адам барады. Атаңыз 4 досын шақырады, жездеңіз 4 досын шақырады, әжеңіз 4 подружкасын шақырады, және де сестраңыз 4 адам шақырады, 4 подружкасын шақырады. Сол жағдайда сіздің 4 адамыңыз астынан 4-4-тен адам тіркелген жағдайда 4 по 4, бұл 4-4, компания сізге марапаттау түрінде $500 табыстайды. Өте керемет, иә, $500 сіздің айлығыңыздан, матчинг бонус, бинарный бонус, содан бөлек
компания сізге $500 ұсынып отыр. Енді ең кереметі, ең жақсысы, барлығымызға ұнайтын бұл 5-5. Әрине, сіз компанияға 5 адам шақырасыз, 5 адамыңыз, 5 түрлі 5 адамыңыз, әрқайсысы 5-5-тен адам шақыр сан есептейтін болсақ 25 адам деп есептеледі, 5 адамнан бөлек. Сондай жағдайда компания сізге $700 береді. Мына схеманы көріп тұрсыздар, я? 5 адам тікелей өзіңіздің шақырған адам, одан кейін әрқайсынан 5-5 адамнан тараған. Вот, осындай керемет жаңағы бонус жизнь маған қатты ұнады. Бұл ешқандай компанияда жоқ. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, ешқандай компанияда бұндай бонус жизнь берілген емес, я? Тек қана осы компанияда, тек қана бүгін деп айта аламыз. Енді жалпы компанияға жаңа айтып жатырмыз ғой, 2 адам шақыратын болсаңыздар, плюс-минуспен есептесек, $71 табыс көзі бар, я? Одан кейін 3 адам шақыратын болсаңыздар, $121 деп айтамыз, солай еселене кете береді, 150, и соңында осы жаңағы бонус жизнь схеманы 1 жыл бойы ұстап тұратын болсаңыздар, қараңыздаршы, сізде қанша мың доллар доход тұр, 57.330, $57.000. $57.000 бұл былайынша айтқанда көзге көрінбейді әр айда алып тұрғанымыз, бірақ осындай 1 жылда қаншама миллиондаған ақшалар табуға барлығымызда күш құдіреттілік жетеді деп айтқым келеді. Так. Мына жерде. Қазір тіркеліп табыс табу бастаңыз дейді. Құрметті ханымдар, құрметті мырзалар, мен енді кішігірім өзім сөзімді айта кетейін. Әрине, бизнес бастау, бұл көп адам қорқады, бизнес бастау керек десеңіз, немесе бір компанияны айтып барсаңыздар, сонда бір қарсы пікір айтады, қойшы, мен әбден ішіп болдым, шаршадым бұндай компаниядан деп айтады. Сол кезде әрине барлығымыз бұл бизнесқа келген кезде ешқандай бір білімді болып келген жоқпыз. Әрине, осындай сабақтардың арқасында біз өсіп жатырмыз, өңіп жатырмыз деп айтамыз. Мен өзім осы өзімнің спонсорым Замзагүл Тәңірбергенге алғысым шексіз. Күні-түні 24/7 менің командамен, Алматыдағы команда қыздарымен жұмыс жасап жатыр. Тағы да бір айтқым келгені, бізге шығып тұрған күн барлығымызға бірдей күліп қарайды. Шығып тұрған күн, сен жаман адамсың, сен жақсы адамсың, мынау орташа адам деп бөлмейді. Сол сияқты компанияның жоғарында тұрған біздің спонсорлар барлығымызға бірдей қарайды. Сондықтан бұл жерде тек керектісі әрекет, тек керектісі информация, тек керектісі социальный сеттерде жақсылап жұмыс жасау, және де үлкен кісілерге мен алғысым шексіз. Неге? Себебі бұл кісілер ешқашан алдамайды. Жастар алдап кету мүмкін, бірақ үлкен кісілерге көп адам сенеді, я? Әрине, бұл компанияға келген кезінде қатты қуандым, что действительно үлкен кісілер бар екен, бұл жақсы жер екен, өнімдер қандай керемет, отзыв деген жеткілікті. Былайша айтқанда, біздің бизнес жасап кетуімізге дайын инструменттер өте көп. Дайын инструменттер, я? Отзыв десе, отзыв жетіп жатыр. Сертификат десе, сертификат жетіп жатыр. Қандай мәлімет керек, барлығы бар. Сондықтан дайын бизнес беріліп отыр, аузымызға шайнап әкеліп отыр. Тек қана жұту бұл өзімізден деп ойлаймын. Барлықтарыңызға тағы да бір қайырлы түн тілеймін. Рахмет, бүгін осындай керемет сабаққа келіп қатысқандарыңызға. Тек қана сәттілік. Құдай қаласа, июль айында барлығымыз красный дорожкадан өте берейік.